Пайғамбарымыздың бойында әдет ретінде қалыптасқан дағдының бірі таң намазынан кейін ұйықтамау болатын. Тіпті үмбетіне де таң намазынан кейін ұйықтауға тыйым салған. Күн шығарда ұйықтау меңзеңдік, ортасында ұйықтау әдеп, күн батарда ұйықтау ессіздік деп ескерткен. Өзі таң намазын оқып болған соң мешітте отырып сахабалармен сұхбаттасатын, олардың сұрақтарына жауап беретін. Таң намазы уақыты шыққаннан кейінгі шамамен 45 минуттық уақытты ислам дінінде мәкрух уақыт деп атаған. Осы уақытта намаз оқуға, сәжде жасауға болмайтыны айтылады. Пайғамбарымыз бұл кезде ұйықтауға да болмайтынын жоғарыдағы хадисінде ескертеді. Үлкендеріміздің де күнмен таласып ұйықтама дегені осы күн шығардағы және күн батардағы уақыт. Екі кештің ортасы дегеніміз күн батып бара жатқан кез. Пайғамбарымыз күн батар кезде де ұйықтауға тыйым салған. Жоғарыдағы хадисінде күн батарда ұйықтау ессіздік деп айтқанындай, бұл уақытта ұйықтау адамды шын мәнінде делсал етіп, оянғанда тіпті өзінің қайда, қашан жатқанын, күннің қай кезі болғанын бір сәтке еске түсіре алмайтындай есеңгірететін бір кез. Ерте тұрған адамның ырысы молаяды, іңірде жатқан ырыссыз қалар деген қазақтың даналық сөздері осыған негізделген.